Қазақта мынандай сөз бар. Адам болыпты ғой дейді. Жас бітті балаға бір сөйлегенде, не бір нәрсені көрсеткенде, мынау адам болыпты ғой дейді. Екінші, адам деген сөз бар. Үшінші, адамзат деген сөз бар. Төртінші, адамдар деген сөз бар. Бесінші, адамгершілік деген осы 5 ұғым бар да қазақта. Түсіндіңіздер ма? Енді қараңыздар, неге бұл жерде адам деп айтты деп. Өйткені бойдақ деген сөз бар. Бойы тақ деп тұр. Бойы жалғыз деген сөз. Тақ деген сөз жалғыз ғой. Жұп болсын дейді да. Сонда бойы тақ деген тымен да ауыса береді. Сонда сіз жас бала ең бірінші мынау кім дегенде, мама дегенде ол мама деп атады ғой. Атағанда ой адам болыпты ғой дейсіз. Маман кәні десе, деп былай саусағымен көрсет тілі шықпаса. Сонда ата деген сөйледе көрсет деген сөз. Ата адам деген сөз шығады. Сосын екінші адамдар деген сөз бар. Адамдар деген сөз ата дейді. Амдар көрсетер, сілтер, нұсқар деген мағынасы келеді. Ата Сонда адамдар деген сөз шығады. Сонда амдар деген көрсетер, нұсқар, сілтер деген сөз. Енді бұл жерде атап жатыр ғой, бір столбы деп те айтуы мүмкін. Анау жануарды атайды, амдар көрсетер, сілтер, нұсқар. Үшінші адамзат дейді, адамзат. Атады, амдады, затты дейді. Зат не? Үстел, шкаф, орындық. Соларға атауын беріп, амдап көрсетуін айтқан. Атамзат деп. Бұның бәрі бұрмаланып кеткен түбі. Сосын, одан кейін адамгершілік дейді. Гершілік, тіршілік бір сөз. Сонда жер, су, аң, құс, күн, ай, бүкіл тіршіліктің атауын қойғаннан кейін адамгершілік, тіршілік бір сөз. Атады, амдады, тіршілікті деген. Сонда атамзат деп заттың бәрін атауын біліп, тіршіліктің атауын білген ғой. Атай білген, амдап көрсеткен, содан атам деген, адам деген сөз шыққан. Сонда маймыл атай ала ма? Маймыл атай алмайды. Ол шыңғырап, жылқы кісінейді, қой маңырайды. Тек қана біз маңдар, пендеміз, атап ымдаймыз. Сондықтан адам деген сөз қазақтан шыққан. Бұл білді, сөйледі деген сөз, көрсетті деген сөз.